Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар. Қаншама ғасырдан бері мен қара сөздің құнын кеметпей, қара қылды қақ жарған, алаштың айбары болған, шырын сөздің майын тамыза сөйлеген Сапақ би, сіздермен бірге рахым біліп жүрейік. Кіші жүз, алты ата әлемнің, төрт қара руының, Оразкелді тармағы тәлтекем аталығынан Сапақ би Сапай баласы. Шамамен 1774-1775 жылдарда өмірге келіп, Арал ауданында өз атымен аталатын Сапақ атты жерде 1859-1860 жылдары дүниеден өткен. Сапақ биде Шөңкі, Бейіс, Есенжол, Аманжол атты ұрпақ тараған. Сапақ би өз жасаған дәуірде қазаққа белгілі билердің бірі болған. Бірде Жақайым Жетес би жасында Сапақ ағасының батасын алуға барады. Сапақ би бір жерге қонаққа шақырып аттанайын деп тұрғанда, тоқтай тұрың, мені бір іздеп келеді. Атына мінбей күтіп тұрады. Іздеп келуші Жетес еді. Сапақ би Жетесті өздерімен бірге ала жүреді. Барған жерінде үй иесі алдарына үлкен серкен әкеліп бата сұрайды. Сапақ би Жетеске бата бер дейді. Сонда Жетес: ай мүйізді аша тұяқты, қой емес ешкі сияқты. Сапақ ағаң жолдастарымен келгенде, Туаралдан Жетес келгенде, есігінің алдында қой тұрғанда, ешкі сойғаның саған ұятты. Бұдан артық бата беру саған зиятты, деп бата берген екен. Содан үй иесі ұялып серке орнына қой сойған екен. Ертесіне көршісі Елемес деген бай қонаққа шақырады. Кешегіне көрген бай алдарына қойда келіп бата сұрайды. Тағы Жетеске бата бер дейді. Сонда Жетес: ой Елемес, Елемес, атыңды қойған мен емес, дәулетің ешкімнен кем емес. Сапақ ағаң жолдастарымен келгенде, Туаралдан Жетес келгенде, есігінің алдында шапқылап қысырықтай жүргенде, қой сойғаның сенікі де жөн емес, деп бата беріпті. Осылай Жетес би Сапақ ағасының көңілінен шығып батасын алып қайтқан екен. Бір жылдары Әлім мен Шөмен арасында адам өлігі болып, арты дауғаласады. Сапақ би бастаған жігіттер мұзды ойып, екі адамның өлігін тауып алып, шөмекелерден құн сұрапты. Екі жақ Қаратай есімді биге төрелікке жүгінеді. Сонда: өз жөнімді сұрасаң, төрт қараның Сапағы, сен адамыңды жұтқан мен емес, Сырқуаның қопағы, депті Сапақ. Құнанбай мен Сапақ бидің қақтығысы. Құнанбай мен Сапақ би намаз оқып тұрғанда, Сапақ би білмеді ме, ұмытты ма, кім білсін, қолын кеудесіне қоймайды. Құнанбай намаз арасында Сапаққа: намазыңыз бұзылды, дейді. Сонда Сапақ би: құнаншырақ, мен байқағаным жоқ. Менің көңілім Құдайда тұрса, сенің көңілің менің қолымда тұр екен ғой, дейді. Намаздан соң бата қылғанда Сапақ би жеңімен бетін сипайды. Жаңағы тосылғанын қайтарып Сапақты тоспақ болып, Құнанбай: Сапекең, бізге ғана үлкенді қылады десеп, патша Құдайдың өзіне үлкенді қылады екен ғой, дейді. Сонда Сапақ би: құнаншырағай, неше қабат Тасболаттан өткен Құдайдың рахметі менің бір қабат жеңімнен өтпес деп ойладың ба, деген екен. Сапақ бидің ұтқырлығы. Бәйменнің шаршы топта Сапақ сияқты төбебейді көптің алдында сөгіпті деген сөз бар. Оның мәнісі, Баймен бір топ адамдарымен жолаушылатып келе жатып, алдынан атылған мылтықтың дауысын естеді. Тезірек жүріп келсе, Сапақ ауылының бір мергені киікті атып алып отырады. Бәймендердің келуіне мерген жігіт киікті бұлардың қанжығасына байлайды. Бәймен: киігің арам, астыңа басып жатырсың. Арам киігіңді Сапаққа апарып бер, сол жесін, дейді. Делгері жүріп кетеді. Мерген жігіт киікті Сапаққа беріп жатып, Бәйменнің сөзін биге айтады. Сапақ би мырс етіп күліп жібереді. Арадағы өсекшілер Бәйменге: Сапақ сенің қызыңды балағаттапты, деп жеткізеді. Бәйменнің көптің алдында Сапақты сөгуінің себебі осы екен. Өсекшінің кесірінен атақты екі би осылайша өкпелесіп тарасады. Арада 1-2 жыл өтіп, қолдықтан Бәймен жеңіліп, хан қасынан сырға көшіп келе жатқанын Сапақ естіп отыр еді. Түнімен көшкен көш сәскелете белгілі бір құдыққа келіп, көліктерін тынықтырып алу үшін тоқтаса, құдықтың басында түйе суарып бір үлкен қария отырады. Оған Бәймен сыртынан келіп сәлем берсе, қариясы Сапақ болып шығады.
Бәймен бұрылып кете алмай Сапаққа жақындай түсіп, «Ассалаумағалейкум, Сапеке», дейді. Көзін алақанымен көлегейлеп Бәймен екенін анықтап алып Сапақ: «Уағалейкум ассалам. Бәймен би, көштің бе сырға сиырыңмен? Бақшақтан құлдық шықты ма бүйіріңнен? Қорада қасқыр соққан қарайғыр едің-ау, кеше түсті дөнен қуып шықты ма үйіріңнен? Ақыры зиян тауып жираудың ба тәкаппар мінезіңнің сүйірінен? Қанша мықты болсаң да осы соқты өтіп кеткен шығар-ау сүйегіңнен», дейді. Сонда Бәймен атын бауырға осып жіберіп: «Су ішпесең өш, кеше түсте құлдықтан оқ тиіп омақассам, бүгін міне сені суарам деп Сапақтың ажал оғына тап болдым. Енді менің өмірімде ұзаққа бармас», деп сырға көшімен жүре беріпті. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Әлі талай қызықты видеолар болады. Бізбен бірге болыңыздар.